Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі тақырып геометриялық пішіндер. Балақай, бүгін бізге қонаққа Дымбілмес келіпті. Дымбілмес математика патшайымының тапсырмасын орындай алмай, көмек сұрап келіпті. Көмектесеміз бе? Ендеше бірінші тапсырма жұмбақтар. Үш бұрыш, үш жағы бар. Ол пішінді кім табар? Дұрыс, үш бұрыш. Яғни үш бұрыштың үш бұрышы, үш қабырғасы бар екен. Үш бұрыштағы неге ұқсайды? Мына суреттен үш бұрышты тауып, түсін анықта. Келесі жұмбақ. Төрт бұрышы бар, төрт қабырғасы бар. Бұл қай пішін? Шаршы. Шаршы балақай неге ұқсайды екен? Дұрыс. Мына суреттен шаршыны тауып, түсін анықта. Келесі жұмбақ. Допқа өзі ұқсайтын ерекше бір пішін бар. Атын оның атаңдар. Шеңбер. Дұрыс айтасың. Шеңбер неге ұқсайды екен? Суреттен шеңберді тауып, түсін анықта. Келесі жұмбақ. Ұзартылған домалақ, соңым жоқ, басым жоқ. Ол не? Сопақша. Сопақша неге ұқсайды екен? Суреттен сопақшаны тауып, түсін анықта. Келесі жұмбақ. Қарама-қарсы жақтарым бірдей, мен тақта, мен экран. Ол не? Иә, тік төртбұрыш. Тік төртбұрыш неге ұқсайды? Жақсы, суреттен тік төртбұрышты тауып, суретін анықта. Және түсін тап. Келесі тапсырма балақай. Суреттен шеңберге ұқсайтын суреттерді ата. Келесі тапсырма. Үш бұрышқа ұқсайтын заттарды көрсет. Қызыл түсті үш бұрыш қаншау? Жарайсың. Енді сергіту сәтіні жасайық. Ал балақай тұрайық, қолдан шеңбер құрайық. Түзу болып тұрайық, бір-біріне қосқанда үш бұрышты жасайық. Кәне, үш бұрышты жасап көрейікші? Жарайсың. Балақай, суретке қарашы. Суретте геометриялық фигураларды қолданып, түрлі суреттер салған екен. Атап берші. Жақсы. Балақай, бүгін қандай геометриялық фигураларды өттік? Сопақша, тік төртбұрыш, шеңбер, үш бұрыш, шаршы. Өте жақсы. Балақай, суретке қарашы. Геометриялық фигураларды қолданып, әртүрлі заттарды құрастыруға болады екен. Сен де мүмкіндігің болғанша құрастырып көр. Жарайсың. Өте жақсы. Сау бол.